Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін ауызашарға керемет жасалатын өте оңай рецептпен бөліскім келеді. Медовигімізге оқтау да керек емес, сливки де керек емес. Ал ол үшін біз медовигімізді жасау үшін осындай кішкентай банкамен әсел және ас содасы және разрыхлитель, қант және 5 жұмыртқа керек. Алдымен ыдысымызға шекердің үстіне жұмыртқаларымызды жарып аламыз және массамызды көпіргенше жақсылап миксермен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін әселімізге 1 шай қасық сода салып, газдың үстінде қыздырып аламыз. Осындай сары түске енгенше. Және оны массамызға қосып араластырамыз. Әселді де араластырып болғаннан кейін 1 кесе, яғни шай ішетін кесемен май құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Ал енді ұнды 2 кесе шай ішетін кесемен өлшеп аламыз және барлығын бірден салуға болмайды. Оның үстіне разрыхлителімізді саламыз. 3-ке бөліп салсаңыздар сол дұрыс болады. Қамыр сол кезде өте әдемі болады, іртіксіз әдемі шығады. Дәл видеодағыдай жасаңыздар, сол кезде барлығы күшті шығатын болады. Менің қамырым дайын болып қалды. Тағы 1-2 рет араластырып жіберу керек. Қамыр дайын. Енді менде пергамент қағазы жоқ болды. Пергамент жоқ болғандықтан газетке пісіріп жатырмын. Оның жазулары ешқандай да жұқпайды, өте жақсы шығады. Және формасын осылай қаласаңыздар сызып алуға болады. 3 қасық немесе 4 қасықтан салуға болады, немесе 5 қасықтан. Өздеріңіз көлеміне қарай сала бересіздер. Духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз және 20 минут, 15 минутта пісіріп аламыз. Міне қамырымыз пісті және бұны ыстықтай столдың бетіне аударып, газетін шешіп аламыз. Ыстық кезінде жабыспайды. Ал енді кремін дайындауға кірісеміз. Креміне жай ғана осындай қарапайым пампушка керек және 1 банка сгущенка керек. Бірінші пампушканы миксермен миксерлеп аламыз. Пампушка бөлме температурасында тұруы керек. Қатты еріп кетуге де болмайды. Описанияға барлығының мөлшерлерін жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Креміміз өте дәмді, қамырды өте жұмсақ етіп, күшті болып шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Алдымен жандарын кесіп аламыз. Осылай кремдерін жағып, жинап шығамыз. Ал жаңағы жанын кескен қамырларды біз блендердің көмегімен немесе оқтаудың көмегімен езіп майдалап аламыз. Және болған тортымыздың бетіне оларды шашамыз. Мінекей осымен тортымыз дайын. Үйде жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Дәмі өте керемет шығады. Видео ұнаса лайк басып, подписация бөлімін басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.